Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ауызашар дастархандарыңызға қызылшадан жасалатын өте тез, оңай әрі дәмді салатты бірге жасайтын боламыз. Бізге керегі піскен қызылша, свежий қияр, сыр, консервідегі бұршақ, майонез және сарымсақ. Видеодан көргендеріңіздей қиярымызды майдалап, кубиктап тураймыз. Егер сіздерге салаттың мол болғанын қаласаңыздар, 2-3 қияр қоссаңыздар болады. Қатты ірімшігімізді де тура солай майдалап тураймыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Келесі жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, достарыңызбен және басқа да әлеуметтік желілерге жіберіп бөлісуді ұмытпаңыздар. Піскен қызылшамызды да тура солай майдалап, кубиктап турап аламыз. Бір тісше сарымсағымызды сарымсақ өткізгіштен өткізіп қосамыз. Консервідегі жасыл бұршағымызды қосамыз. Және майонезімізді салып, көз мөлшерімен кішкене қалауынша тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің өте дәмді, тойымды, тез дайындалатын салатымыз дайын болды. Көкөністерді бір данадан пайдаланғанның өзінде осындай мол салат шықты. Қонақ дастарханына жасағыларыңыз келсе, бұдан да көбірек қылып жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.